Сәлем достар. Мен Жауқазын Ерсектауының тәрбиешісі Мөлдір Салауат қызымын. Менің атым бүгін Зинура. Зинура, бүгін біздер жаңбыр суын қалай пайдаланамыз, оны қалай тазартуға болады, оны қайда пайдалануға болады екені туралы тәжірибе жасаймыз. Жарай ма? Оны қалай жасаймыз? Ол үшін біздерге не керек? Жаңбыр суымен жасалынған макет керек. Сосын не керек? Тас керек. Құм. Мақта керек. Жарайсың. Ең алдымен біздер жаңбыр суы біздерде қандай болып келеді? Қандай болып келеді? Лас болады, е? Оны ішуге бола ма? Жоқ. Ішуге болмайды. Оның ішінде микробтар көп. Жарайды, дұрыс айтасың. Оның ішінде микробтар көп болады. Ең алдымен жаңбыр суын біздер қарапайым тәсілдер арқылы зерттеп көрейік, е, Зинура? Ол үшін біздерге не керек дедің? Тас керек, құм, мақта керек. Сосын біздерге жаңбырдың суы, лай суы керек, е? Жарайды. Ең алдымен біздер мына тұрған құтымызға жаңбыр суының ластанған түрін былғап саламыз, құямыз. Жаңбыр суы бізде лас болады, оны ішуге болмайды. Енді алып құтымызға құямыз. Лас суымызды құйып жатырмыз. Жаңбыр суы лас болады. Енді біздер осы лас суымыз жаңбыр арқылы ағып макетімізден түсіп жатыр. Біздер қазір лас суымызды мына алдымызда тұрған, жасалынып тұрған табиғи жолмен жасалынған сүзгіміз арқылы сүзіп шығарамыз. Жарай ма? Ол үшін енді сен осы сүзгіңе керек заттарыңды сала қой. Ең бірінші нені саласың? Астына мақтаны сала қой. Ішіне сала қой. Итер сал. Тығыздап жібереміз, е? Енді осыдан кейін нені саламыз? Құмымызды саламыз. Санап салайық. 1. Айтып салшы. Тоқтал. Санаш. 1. 3. Жарайсың. Енді үстіне не қоямыз? Не саламыз енді? Не саламыз? Тас саламыз. Табиғи жасанды жолмен біздер сүзгімізді жасап жатырмыз. Жарайды. Енді еткіш арқылы осы жаңбырымыздан аққан суымызды құтымыздан алып құямыз, стақанымызға құйып аламыз, е? Енді біз лас суымызды құямыз. Сүзгімізге құямыз. Суымыз Тастан, құмнан, мақта арқылы сүзіліп астынан шығады, е? Міне біздің жасаған сүзгімізден жаңа сен құйған жаңбыр суымыз біздің тамшылап ағып жатыр. Көрдің бе? Көріп тұрсың бе? Біздің жасанды қолымыздан жасалған сүзгімізден жаңбыр суымыз қалай болып шығып жатыр? Қандай болып шығып жатыр? Қарашы.
маса болып шығып жатыр, иә? Ана ең алғашқы құйған суымыз қандай болды біздің? Мына стақанда құйған суымыз қандай болды? Жаңбыр суымыз қандай болды? Қандай болды? Лас болды, иә? Лас болды. Енді біздің жаңбырдан аққан суымыз кішкене тазарған екен, иә? Көріп тұрсың ба? Көріп тұрсың ба? Жарайсың. Енді бұны стақанымызға құйып көрсетейік. Жаңбыр суымыз біздің жасалған сүзгіміз арқылы тазарып қалған екен. Көрдің бе? Енді бұны біздер жаңбыр суын біздер қайда пайдаланамыз? Айтып берші маған. Жаңбыр суын қайда пайдаланамыз біздер? Гүлдерге, егіндерге, ағыстарға, күлік суға. Сонда біздер егіндерге пайдаланамыз екен, иә? Сосын гүлдерге құя аламыз, иә? Ағаштарға, сосын көлік жуа алады екенбіз, жарайсың. Мына жерде біздердің өзіміздің өсіріп жатырған сәбімізге құйып көрші жаңбыр суын. Құйып жіберейік осыны. Жарайсың. Зинура, келесі тәжірибеміз біздің өте қызықты болады. Біздерге ол үшін не керек? Сапа кетті. Сосын оттық керек. Ендеше қазір біздер оттықты шай пакетіне жағу арқылы шай пакетінің аспанға жоғарыға ұшқанын көреміз, иә? Дайынсың ба, Зинура? Жарайды, ендеше қараймыз, иә? Апай жанып жатыр. Жанып жатқанын көріп тұрмыз, иә? Енді қазір Апай ысыпаратыр. Әне көрдің бе, Зинура? Біздің шай пакетегіміз не істеді? Ұшып кетті, иә? Бұл тәжірибемізде бар, Зинура. Ауаны жоғарыға ұшқанда ауа қысымының қозғалғанын байқаймыз, иә? Саған бүгінгі тәжірибе жасағанымыз ұнады ма? Ұнады ма? Жарайды. Осымен зертханалық жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.